Саламатсызбы оқушылар, менің математика сауаттылығы атты авторлық кітабыма қош келдіңіздер. Жалпы мәтін есептерге мына жерде мына бір есеп бар екен, сол сіздерге түсіндіріп берейін. Төртінші есеп: 5 жылдан кейін ағасы мен қарындасының жастары жетім весе қатынасында болады дейді. Егер 1 жыл бұрын ағасының жасы қарындасының жасынан 2 есе үлкен болса, екеуінің қазір жастарын тап дейді. 5 жыл 7-нің 5-ке қатынасы дегенде 7х және 5х деп аламыз балалар. 5 жылдан кейінгі деген кезде біз 5-ті азайтады екенбіз, екеуінен 5-ті азайтамыз. Сол қазіргі жасын тауып аламыз. Екеуін 5 азайтып, 1 жыл бұрын десе де біз не істейміз? 1-ді азайтамыз екеуінен. Мінекей. Енді екеуін теңестіреміз, яғни 2 есе үлкен болғандықтан біз қарындасын жасын 2-ге көбейтеміз. Яғни 7х минус 6 тең болады. Бізде мына жерде 10х минус 12 болады, иә. Сонда біз ықшамдасақ 3х тең болады 6 болады, х тең болады 2 болады, иә. Х тең болады 2 болса, орнына қоямыз біз 14 және 10 деп, иә. 14 және 10 біз және не істейміз? 5-ті азайтып тастаймыз, иә. Екеуінен 5-ті азайтып тастаймыз. Сонда 9-да 5 деген екеуінің қазіргі жастары шыға келеді екен. Түсінікті болды деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңыздар.